Ендеше Әмір Темір ұрпақтарының мемлекетін бастаған кезімізде мына затты есімізге түсірейік. 14 ғасырдың ортасында Шағатай хандығы екіге бөлінді. Шығыс және батыс болып. Шығыс бөлікте Моғолстан мемлекеті құрылды. Батыс бөлікте, яғни Мауреннахрдың территориясында Әмір Темір мемлекеті құрылды. Бүгін біз осы Әмір Темір мемлекетіне тоқталатын боламыз. Әмір Темір бұл кісі 1336 және 1405 жылдардың аралығында өмір сүрді. Ал билік құрған жылдары 1370 және 1405. Енді мынандай сұрақ қойылады: Әмір Темір кім ол? Ол өзбек па, ол қазақ па, ол моңғол ма? Мұқият тыңдайық. Қараңдар, иә? Әмір Темір моңғолдардың түркіленген Барлас тайпасынан шыққан Тарағай бектің баласы. Бұл кісінің шыққан тайпасы сонда моңғолдардың түркіленген Барлас тайпасы. Әкесі Тарағай бек. Кеттік. Бұл кісі Әмір Темір өзінің саяси өсу жолын 1360 жылдары бастады. Барлас тайпасының билігін орнатты. Жалпы Әмір Темірді осы соғыстардың бірінде жарақат алуына байланысты, оң аяғы сол аяғынан қысқа болғандықтан Ақсақ Темір деп айтып кеткен екен. Ал енді еуропалықтар Әмір Темірді Темірлан деп атап кеткен екен. Осы деректерге мән берейік. Әмір Темір жалпы өзіне мемлекетті басқару кезінде Әмір деген атақты берген екен. Бірақ та бұл кісі өзі Шыңғыс ханның ұрпағы болмады. Сол себепті қорықты өзіне хан деген атақты қабылдауға. Енді бұл кісі өзі мемлекетінде Шыңғыс ханның ұрпақтарын отырғызып қойып, оларды марионетка ретінде пайдаланып, өзін тақ иесінің өкілімін деп жариялап жіберген екен Әмір Темір. Көрдіңдер ме? Қалай өз билігін жүргізіп жатыр бұл кісі. Енді мемлекеттің саяси жүйесіне тоқталып өтсек, жалпы ол рулық тайпалық ақсүйек қауымын биліктен ығыстырды, өзінің әулетін қоя бастады, билікке туыстарын, былайша айтқанда билікке қойып тастады өзінің туысқандарының бәрін. Және бұл кісінің бір ерекшелігі ислам дінінің өкілдеріне, яғни мұсылмандарға ерекше көзқараспен қарады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салғызғанда осы кісі, бірақ оның астарында үлкен саяси ойын жатыр. Ол қандай? Бұл кісі өзі сол ислам дініне көңіл бөлу арқылы ислам дініндегі ғұлама ғалымдарды өзіне қаратты. Өйткені өзгелерді, халықты тыңдатып жүрген, ол бізде жаңағы сол кездегі ислам дінінің өкілдері болды. Соларды өзіме қаратып алсам, халықты да тыңдатам дейді. Мінекей қазіргі қоғамда енді біздің қоғам көбінесе әншіге, бишіге, немесе блогер, актерлардың сөзіне сеніп, солардың сөзі өтті. Ал жаңа айтып өткенімдей, Әмір Темір ол ислам дінінің өкілдерін өзіне тартуға тырысты. Енді әр қоғамның молдасы әр түрлі деуге болады. Бұл жерден осындай ой түйеміз.